Сәлеметсіз ба? Менің есімім Азамат. Мен ешқандай орыс тілі мұғалімі емеспін, бірақ орыс тілін соңғы уақытта қатты үйреніп жүрмін. Сол білгенімен сіздермен бөлісіп кетсем ба деп шештім. Кеше Инстаграмда викторинада на мен В-ға көп адам қате жауап берді. 300 адамның 200-і қате жауап берді. На мен В-ны көп адам айырыламайтынын түсіндік. Сол сұраққа бүгін кішігірім бір жауап берсем ба деп шештім. Негізінде В мен наның орыстардың өздері де шатасады. Көп исключение бар. Исключение деген яғни ол ешқандай ережеге сәйкес келмейді. Жай солай тарихи қалыптасып кеткен. Бірақ сонда да 80-90% бір ережеге бағынады. Соның бірі мысалы В. Неге бір жерде В деп айтамыз, неге бір жерде на деп айтамыз? Я иду в школу деп айтамыз. Я иду на работу деп айтамыз. Я на стадионе, неге я в стадионе емес? Неге на стадионе деп айтамыз? Ал енді сол сұрақтарға жауап берейін. Бірінші көзге елестетіңіз. Былай ережелер жаттамай жатып бір көзге елестетіңіз. В деп қолданатыныңыз болсаңыз, сіз мысалы бір баратқан жеріңіз, немесе сіздің тұрған жеріңіз, немесе бір зат бір жерде тұрса, ол бір нәрсенің ішінде жабық жерде болу керек. Мысалы, мектепке бара жатсаңыз, я иду в школу деп айтасыз. В. Егер де мектепте отырсаңыз, я в школе деп айтасыз. Школдардың төбесі жабық болып кетеді, я. Офиста отырсаңыздар да, я в офисе, я иду в офис. Неге? Офистарда жабық келеді көрмесе, ашық тұрмайды төбесі. Ал егер де наны қолданатын болсаңыз, на көбінесе ашық жерде айтады. Мысалы, я на стадионе, я на поле, я қандай да бір на улице, я көбінесе ашық жерде айтады. Сосын тағы да бір В-ны айтқан кезде көбінесе бір заттың ішінде тұрса, мысалы шкафтың ішінде тұрса, В-ны қолданамыз. Мысалы, в шкафу. Егер де үстінде тұрса, на шкафу деп айтамыз. Яғни, бір нәрсенің ішінде тұрса, В, бір жабық жерге бара жатсаңыз, В. Егер де бір ашық жерге бара жатсаңыз, немесе бір бәленің үстінде тұрса, на. Бірақ бәрі бұлай емес, көбінесе ережеге бағынбайды. Көбінесе жабық жерлерде де кейбірде на деп айтамыз. Мысалы, в доме дейміз, в квартире дейміз, в квартире, в комнате дейміз. Бірақ на кухне дейміз. Ол ешқандай ережеге бағынбайды, жай солай тарихи қалыптасып кеткен. Осындай исключениелер орыс тілінде өте көп. Оның бәрін жаттап, қазір басқа тұрудың қажеті жоқ. Тек қана бір шет жағасын біліп алсаңыздар, жайлап ақырындап айта берсеңіздер, тілдеріңіз үйреніп кетеді, құлақтарыңыз үйренеді. Кейін я иду на школу деп айтпайсыздар, сіздерге уже біртүрлі естеді. Автоматты түрде сіз в школу деп айтасыз. Тағы да біле жүргендеріңіз дұрыс. Мысалы, қандай да бір қаланың атын айтсаңыздар, елдің атын айтсаңыздар, немесе бір ауыл болсын, қала болсын, бәрі в-мен айтасыздар. Мысалы, в Азии, в Африке, в Алмате, в Астане, в Европе, в Лондоне, в Париже, в поселке, в деревне, в ауле, яғни қандай да бір қаланың елді мекендер айтқанда ылғи да в-ны қолданамыз. Мысалы, я еду в Шымкент, я еду на Шымкент демейсіздер, я еду в Шымкент, я еду в Шымкент. Ал егер де бір ашық жерде, мысалы, арал, теңіз, көл, мұхиттарға байланысты болса, бұл кезде наны қолданамыз. Я на море, я на Аральском море, я на Кубе. Куба елдің аты болғанмен, ол бір арал, остров, на остров. Оның бәрі намен айтамыз. Егер де әрине судың ішінде жүзіп келе жатсаңыз, ол кезде я в воде деп айтасыз. Судың ішіндесіз, Егер де сол көлдің үстінде жүзіп келе жатсаңыз қайықпен, немесе шет жағасында отырсаңыз, немесе сол көлге бара жатсаңыздар, я иду на море, наны қолданасыздар. Оңтүстік, солтүстік, батыс, шығысты айтқан кезде әрқашанда наны қолданамыз. В юге деп айтпайсыздар, на юге айтасыздар. Мысалы, біз Инстаграмда кеше сұрақтарда на юге жарко, в юге жарко деп сұрақ қойдық. 300 адамның тең жартысы, көбісі қате жауап берді. В юге жарко деп. Бір көшенің аттарын атаған кезде де на қолданамыз. Мысалы, на улице Абая,
на улице, там Құрманғазы, на улице тағы да бір бөлек. Улицаның атын айтқан кезде де на қолданамыз. Бұл улице деп айтпаймыз, на улице деп айтамыз. Ал тағы да бір қайталап кетейік. В деген кезде көзіңізге елестетіңіз. Бір жабық жер, ғимарат болса, бір жабық ғимараттың ішіне бара жатырсыз, немесе соның ішінде отырсыз. Тағы да затты айтқан кезде В ол бір нәрсенің ішінде тұрған затты білдіреді. Яғни бір нәрсенің ішінде тұрса, В, бір жабық жерде болса, В, бір ашық жерде тұрса, на, ашық жерге бара жатсаңыз, на, немесе бір зат, бір заттың үстінде тұрса, на, яғни на столе, на шкафу, ал ішінде тұрса, в шкафу деп айтамыз. Сосын тағы да бір біле жүргеніңіздеріңіз дұрыс. Көп адамдар из бен сыны шатастырады. Көбісі составный деп айтады. Негізі ол қате. Қараңыздар, қай жерде в-ны айтсаңыздар, сол жерге бара жатсаңыздар, мысалы, я еду в Астану, я еду в Астану. Астанадан қайтадан келе жатсаңыздар, я еду с Астаны деп айтпайсыздар. Я еду из Астаны. Егерде на болса, мысалы, я иду на работу. Жұмыстан келе жатсаңыздар, я иду с работы. С работы. В болса, қайтар кезде из болады. А егерде бара жатсаңыз, на деп айтсаңыз, сол жақтан келе жатсаңыз, с деп айтасыз. Қараңыздар, ең бір қызығы, жаңағы на мен в-ны жақсы үйреніп алсаңыздар, сосын шатастырмай сөйлесеңіздер, из бен с-ны да үйреніп аласыздар. Достар, осындай видео сабақ ұнап жатса, пікір жазып, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, біздің Instagram парақшамыз бен YouTube арнамызға жазылыңыздар. Көңіл бөлгендеріңізге көптен көп рахмет. Келесі сабақта кездескенше.